Ассалаумағалейкум қазақ елі, Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз әдеттегідей құс шаруашылығы жайлы болмақ. Яки менің ұстап жатқан бройлер балапандарымның, бройлер тауықтарының өмірі қалай болып жатыр, салмақтары қалай болып жатыр, сол жайында айтып өткім келеді. Сіздердің сұраныстарыңыз бойынша мінекей қысқаша айтып өтетін болсам, мынау бройлер балапандарының әкелінген екінші ағымы. Тағы да 50 балапан алып келіп, бір апта ұстағаннан кейін үлкен брудерға көшірдім. Үстіңгі брудерімді іске қостым. Мына жерде міне поилкалары, суы. Поилкасы. Мына шелекке су құйылады, 15 литрлік шелек. Ара қарай бұлай екіге бөлінеді. Жем салғыш қарапайым ПВХ трубадан істелген, пластик трубадан. Бұл туралы жеке видео салсам деп жүрмін. Бір қабатына 50-50 балапаннан 100 балапан сыйып тұр. Бұл жерде тұрған бұрынғы бройлерларымды жаңадан орын дайындап, қораның ішіне көшірдім. Мінекей барлығы жатыр. Әзірше су ішетін жері көріп тұрғандарыңыздай болып тұр. Бұған басқа су құятын істеймін. Автоматический поилка. 50 бройлердің 30 күнге толған балапандары осылай жатыр. Жалпы бройлерлардың қазіргі жағдайы осы. Жем жейтін жерлері мінекей. Ұзыннан ұзақ. Сыртынан жем саласыз, ішіне кіріп қажеттілігі жоқ. Су ішетін жерінде осындай ыңғайлы қылдырып істегім келеді. Сыртынан баклажка қоясың, ішінен су іше береді. Жалпы бройлерларға адамның қолы тиюін болмаса ішіне адамның кіріп жүріп тұруын азайту бағытында негіз жасап жатқандаймын. Және де сіздерден сүйінші күрке тауықтың брудердегі инкубатордағы күрке тауықтарым шыға бастады. Мінекей барлығы емес, бұның ішінде 10 шақты балапан, қалғандары инкубаторда әлі шығып жатыр. Мінекей шетін сулар, жейтін жемдері. Бұлардың жейтін жемі туралы айтып өтсем, мынандай ростовой және тура осындай стартовый жем беріп жатырмын. Кормы Востока, қателеспесем, Өскеменде жасалатын комбикорм. Және де сіздерге алдында көрсеткен мына брудеріме жақында тағы да үндіктің балапандарын ауыстырам. Және олармен бірге 50 бройлердің балапанына келсем деймін. Жалпы бүгінгі қазақ бауырлар білсін деп, көрсін деп салып жатқан ақпараттар легі осындай болды. Бройлерлардың ары қарайғы нәтижесі, өсуі жайлы айтып өтетін боламыз алдағы видеоларда. Қазіргі салмақтары 30 күнінде килограмм 700 граммнан жоғарғысы басталып, килограмм 300 грамм ең аяқтылар болып тұр. Жалпы орта есеппен 1,5 килограмм салмақ жинады. Енді 20 күнде бұйыртса сойылады. Жалпы осы, ардақты ағайын. Каналға тіркеліңіздер. Жаңадан дамып келе жатқан осы құс шаруашылығы жайлы біздің каналға
жәрдемдесіңіздер, достарыңыз көрсін. Жалпы исі қазақ баласы қызығатындай ақпарат болып жатса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңадан өсіп келе жатқан мынау қазақтың жас буыны осындай шаруашылыққа қызықса деймін өз басым. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бейбіт күндерде жүздескенше. Қош сау болыңыздар.